Ақерке ұятсыздау Сержанға ұнамайды видеосын жүктеді. Сержан ашулы көрінеді. Сәлем, оқырман. Бүгінгі әңгімені бастамас бұрын бір нәрсені түсініп алайық. Сезім аяқталған сәттен кейінгі реакция адамның кім екенін көрсететін айна. Ақерке мен Сержан бір кездері жұрт қызығып қарайтын жұп болды. Уақыт өте олар айырылысты. Себептер көп, бірақ бәрі іште қалды. Бастапқыда Ақерке үнсіз қалды. Бірақ көп ұзамай ол өзгерді. Ол Инстаграмда жаңа бейнелер жариялай бастады. Бұрын кимеген көйлектер, ашық образдар, талғаммен түсірілген видеолар. Жартылай ашық, бірақ шектен шықпаған. Нәзіктік пен стиль араласқан бір форма. Жарқыраған сымбатты, өзін жақсы көретін әйел. Көпшілікті таңғалдырды. Жақсы пікірлер де, жек көретін сөздер де қарша бұрады. Сол сәтте Сержан да үнсіз қалмады. Ол Инстаграм желісінде жазба қалдырды. Сержанды сындыру қайдаған. Сосын маған рейстарын, историяларын жібере бермеңдерші, өзі біледі. Жеп қойдыңдар в натуре. Өмірде әр түрлі сынақтардан өттім, құлау да, көтерілу де болды, сынған жоқпыз. Қазір жай ғана бір түрлі хәлдемін, басымнан біреу тепкендей. Айырылысқаныма өкінбеймін, уақытым кеткеніне өкінем дейді. Сонда тек уақытыма маңызды болған. Сезім қайда? Бір адам ғана уайымдаған ба? Түсініксіз. Осы жазба қоғамды екіге бөлді. Бірі Сержанды қолдады. Екіншісі Ақеркені түсінді. Ал Ақеркенің бейнелерінің астына түрлі пікірлер толассыз ағылды. Теріс пікірлер. Ақерке қыз көтен ашып жүргендей. Сағынған екен, көтен ашып жүреді енді. Клубта жүретін қызды ұнататын жігіт келіп алсын, саған ешкім керек емес. Ана жігітті Құдай сақтады. Әйел болатын қыз емес, сайраған қатық қатының қара. Жылы пікірлер. Ақерке, сен бұл видеода нағыз подиум жұлдызындай жарқырап тұрсың. Көйлек өнер туындысы, ал сен оны талғаммен, нәзіктікпен алып шықтың. Макияж бен образ үйлесімі керемет. Энергияң экраннан сезіледі. Сен нағыз сұлулықтың, әйелдік болмыстың бейнесісің. Сендей қызды тәрбиелеген анаңа ұзақ өмір тілеймін. Саған тек бақыт тілеймін. Өзің сияқты таза жүрекке лайық махаббат келеді. Халықтың пікірі қақ жарылды. Бірі сынап жатыр, бірі сүйсініп отыр. Бірақ бір нәрсе анық, Ақерке үнсіз емес. Ол енді өз шекарасын өзі белгілейді. Қорытынды. Сезім бітсе, сенім де кетеді. Сезім кеткен адам өкінішке лайық емес. Өзгені түсінбей, өзін ғана кінәсіз көрген адам ешқашан өспейді.